Құрметті тыңдарман, бүгін біз педагогикалық панорамалық идеялар тақырыбындағы конкурсқа бейне подкаст жазып отырмыз. Бүгін бізде қонақта Макашева драма театры үйірмесінің жетекшісі, мәдениет саласының үздігі Макашева Эльмира Жұмажанқызы және мен өнер бөлім әдіскері Тажиева Бекзат Тасболатқызы. Қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі осы бейне подкастымыздағы тақырыбымыз бұл оқушылардың шығармашылық мәдениетін дамыту және эстетикалық мәдениетін қалыптастыру тақырыбын алып отырмыз. Бүгінгі таңда оқушыларымызды байқайтын боларсыздар. Манағы шығармашылық даму жағынан келгенде, шығармашылық қабілеті арттыру жағынан келгенде, манағы көбірек телефонға телміріп кететін оқушыларымыз бар. Осы алдыңызға келген оқушылардың осы шығармашылық бағытта, жалпы шығармашылық қабілеттерін қалай байқайсыз? Педагог ретінде, шығармашыл тұлға ретінде өз ойыңызды айта кетсеңіз. Бекзат Тасболатқызы, мына бастап отырған ісіңізге сәттілік тілеймін. Әрі бір жағынан өзіңізбен әріптес бола тұрып, бір тақырыпта, мысалға, мені де, әрі сізді де қамтитын бұл ортақ сұрақ. Осы оқушылар сарайында шығармашылық бағытында балалармен жұмыстанатын болғасын, біздер ең бірінші баланың бойындағы бір кішкене ғана болса да шығармашылық баланың өзінің қабілеті болған дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ата-аналардан балаларды қабылдаған уақытта мен бірінші сұраймын, бала өзінің ниетімен, өзінің ойымен, ынтасымен келді ме, өзі жазылды ма деп. Мысалы, өзіңіз де білесіз ғой, жалпы қай оқытушыға да, тәлімгерге де баланың өзінің ынтасы болу керек. Ол ойы, жаңағы алдағы жұмыс жасалатын барлықтарына да хабардар болғанда жөн. Қандай үйірмеге келіп отыр, не үшін келіп отыр, не үшін бұл үйірмені таңдады. Әу басынан ғой. Баланың ынтасы бұл жерде маңызды деп айтқымыз келіп отыр. Жалпы алдымыздағы отырған оқушыларымыздың әрбіреуінің қабілетін аша білу бұл педагогтың педагогикалық шеберлігін келіп соғады. Бұл жерде алдымызда оқушыларымызға сабақты қызықтыратып, түрлендіре отырып, сабағымызды өткізсек, шығармашылық қабілеттерін арта түстірсек, оқушыларымызға құба-құп болады деп есептейміз. Енді осы орайда мен Нұржан Жұмабаевтың мына бір сөзіне тоқталғым келіп отыр. Бұл жерде осы сөзді оқи отыра мен өте бір тебіреністе болдым. Өйткені айтады, жаратылыстың құшағында, хош иісті жасыл кілем үстінде, күнмен бірге күліп, түнмен бірге түнеріп, желмен бірге жүгіріп, ауылда өскен баланың қиялы сондай бір еркін болады деп айтады. Енді біз өзіңізде, біздің қоғамда, біз өскен ортада, ауылдық жерде біздің қиял еркіндігіміз сондай бір еркін болды ғой. Қазіргі таңда қала тұрғындары, қалалық балалардың арасында айырмашылықты байқайсыз ба? Енді оны қаланың баласын, ауылдың баласын бәрібір салыстыра алмаймыз. Өйткені кең, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, кеңдікте, табиғи ортада өскен бала. Ол мысалға қарапайым үйдің баласын, ауылдың баласын біз ауылға жібереді, болмаса далаға ойнауға барады. Ол емін еркін айқайлай алады, эмоциясын шығарады. Біріншіден, екіншіден емін еркін қысылмайды. Еркіндік оның бойында күнделікті өмірмен қалыптасады деп ойлаймын. Егер енді қаладағы бала көшеде келе жатып, өзімен өзі айқайласа, біз шошынамыз. Ол не болып кетті, неге айқайлайды, неге өзімен өзі бұндай әрекет жасап тұр деп біз бірден қабылдай алмай қаламыз. Сондықтан мысалы мен келгенде балаларды жинағанда айтамын, балалар бұл жерге келген кезде сіздер еркіндік үйренесіңдер, эмоцияларын шығарасыңдар. Бұл жерге келіп сендер жаңа бойларындағы энергияларыңды, таланттарыңды шығарыңдар, барынша шығарыңдар. Өйткені оның өзі балаға әсер етеді. Мысалға жаңа еркіндік деп айтып жатырмыз ғой, өзіміз кішкентай кезімізде мысалға ойнап, құмға аунап, таудан аязды күндерде зырғанап теуіп, шанамен ойнап, қардың күртігіне батып, табиғаттың қызық, әдемі жаңағы құбылыстарына табиғаттың бірге араласып, етене табиғатпен үндесіп деуге болады мысалға.
қалалық жерде әрине бар, ойын алаңдары бар, жетеді. Шыққаннан кейін қазір мысалға жаңағыдай біздің оқушылар сарайындағыдай спорттық үйірмелерге қатысқанмен де бәрібір ол енді ауылдың еркіндігі, ол табиғи еркіндік. Онымен салыстыра алмаймыз ғой, деймін. Иә, дегенмен де біз осы алдымыздағы қала тұрғындарының, қала балаларының осы шығармашылық еркіндігін ашып, көбірек мына телефонға телмірмей, мына жаратылыстана математикалық бағыттарға да кеткенімен де біз шығармашылықты ұмытпау керекпіз. Өйткені шығармашылық бұл баланың ішкі еркіндігін, ішкі бір жан дүниесінің еркіндігін көрсетеді. Бір баланың бойынан ақындық қабілет байқалады, бір баланың бойынан манағы бір өнерге деген құштарлық пайда болады. Сондықтан біздің бүгінгі сұхбатымыздың басты тақырыбы біз осы шығармашылықты, бала бойындағы шығармашылықты қалай аша аламыз. Яғни мына бір телефоннан, тиктоктан қазіргі бөлек шынайы манағы баланың қабілетін, қызығушылығын. Мысалға, ол балалардан да көруге болмайтын болар. Мүмкін бала қызығатын бір нәрсемен айналысу керек. Жаңағыдай біз оқушылар сарайы сияқты баланы бір ортаға ата-ана міндетті түрде апару керек деп ойлаймын. Өйткені ол бала мүмкін өздігінен білмейтін шығар, ондай ортаның бар екенін. Ата-ананың да бұл жерде рөлі маңызды. Бізде мысалы оқушылар сарайында сізге театрға келеді, маған сахна мәдениеті үйірмесіне келеді. Одан шығып балалар мана суретке барып, шығармашыл суретін дамытады. Міне, сондықтан бұл жерде ата-ананың ықпалы болу керек. Өте зор. Бала өздігінен біліп келмейді, оны алып келетін бізде ата-ана десек. Ата-ана нұсқап отырса, таңдау оқушының өзінде болады. Өзіне береді. Әрине, бірақ дегенмен де ата-ана соған қалыптастыру керек. Соған қалай дейін, бағыттау керек. Осының бәрін енді не дегенмен ол біздің кішкене өсіп келе жатқан өскіндеріміз деп те айтамыз. Біздің болашағымыз, ертеңіміз осы балаларымызға байланысты. Қазір мысалға өзіміз көзімізбен көріп жүрген математикамен балалар қалай айналысып жатыр. Шығармашылықтың өзінде балаларды жинаған кезде мен бірден айтамын, мысалға сіздер міндетті түрде бұл үйірмеге келген кезде, драма үйірмесіне, театрға келген кезде міндетті түрде сіздер артист болу міндет емес. Өйткені қай мамандыққа барса да бәрі керек қой. Сөз саптау, адаммен диалогқа түсу, қалай қарым-қатынас жасау, ізеттілік, мәдениет барлығы бұл. Әр салада да әрине керек болады, қажет болады, болашағына қажет болады. Құрметті тыңдарман, бүгінгі біз тақырыбымызда, аз ғана подкастымызда осы баланы шығармашылық дамытуды сөз еткен болатынбыз. Бұл әрине азғантай уақытта бұл көп үлкен біздің мәселелер шешіліп кетпейді. Дегенмен осы шығармашыл дамытуда педагогпен қатар ата-ананың да ықпалы мол болса екен, ата-ана да балаларын шығармашылық дамытуға мән берсе екен деген түйінмен қорытындылаймыз. Тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет. Сау болыңыздар.